Балаларым йогурт деп қоймаған соң, өзім үй жағдайында дайындап берейін деп шештім. Магазиндікінен әлде қайда дәмдірек болып шықты. Ол үшін бізге осындай кез келген жидек түрі қажет болады. Мен қатырылған шиені қолдандым. Егер бұндай жидек болмаса, орнына варенье қоссаңыздар болады. Және де бір бананды осылай турап саламыз. Үстінен жаңағы қатырылған шиеден 2 ас қасық қосамыз. Сіздер варенье қоссаңыздар, қант қоспай-ақ қойыңыздар. Мен 1,5 ас қасықтай қантты қостым. Және үстінен 1 стакан, яғни 250 грамдай айранды қостым. 2,5% осындай домашний қолдың айранын қоссаңыздар да қою әдемі болып шығады. Барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Осымен үй жағдайында дайындаған өте дәмді, керемет йогуртымыз дайын. Балаларға да өздеріңізге де ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Және де TikTok профилімнің жоғарғы жағындағы қара YouTube кнопкасының үстінен басып, YouTube арнамада тікелей өтіп подписаться етіп тіркеліп алыңыздар. Сіздерді YouTube арнамда күтемін.